Біздің бүгінгі таңдауымыздың кейіпкерлері нағыз тозақтан өтуге мәжбүр болды. Олар маньякпен бетпе-бет келіп қана қоймай, сонымен бірге онымен ұзақ жылдар бойы бір шаңырақ астында болды. Бұл оқиғалар құтқарылумен аяқталды, бірақ қорқынышты жағдай құрбандардың жадында мәңгі қалды. Біз нағыз тозақтан өтіп аман қалған Наташа Кампуш туралы айтатын боламыз. Наташа Кампуштың оқиғасы бала ұрлаудың ең әйгілі оқиғаларының бірі. Оның тұтқында болған сұрапыл жылдардағы оқиғалар көптеген кітаптар мен фильмдерге негіз болды. Австриялық Наташа бар болғаны 10 жаста еді. Оның өмірі бұрын және кейін деп екіге бөлінеді. 1998 жылы 2 наурызда Кампуш әдеттегідей мектепке барады, бірақ ешқашан үйге оралмайды. Наташаның анасы дабыл қағады. Қызды ер адам ақ фургонға салып жатқанын көрген екі куәгер болды, бірақ бұл ақпарат тергеуге аз көмектесті.